Панкейк әзірлейтін боламыз. Ол үшін біз 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Оған қантымызды саламыз. Араластырамыз. Содамызды айранымызға саламыз. Сүтті ыдысымызға саламыз. Араластырамыз. Айранымызды саламыз. Араластырамыз. Енді де ұнымызды етаптап салып отырамыз. Қалған ұнымызды саламыз. Араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Араластырамыз. Панкейкіміздің қамыры дайын, енді пісіруге кірісеміз. Ұнымыздың текстурасын қараңыздар. Қатты сұйық та емес, қою да емес, орташа. Енді қызып тұрған табада пісіретін боламыз. Енді аздап күтеміз. Панкейкілерімізді екінші бетіне аударамыз. Енді екінші бетіне аударып шығамыз. Екінші өте жылдам піседі, сондықтан ерте тезірек ауызға берсек болады. Біздің панкейкілеріміз дайын. Енді сіз оны қаймақпен немесе балмен ұсынсаңыз болады. Біз әсемдейміз деп шешім қабылдадық. Әртүрлі жидектермен әсемдесеңіз болады. Бізде бүгін жүзім және малина. Және біз бұны балмен беретін боламыз. Мінекей біздің панкейкілеріміз дайын. Міндетті түрде жасап, көріп, қайталап, фото түсіруді ұмытпаңыз.